Сәлем достар, сіздермен B2A каналы. Бүгінгі сабақта біз Android Studio ортасында кнопка компонентімен жұмыс жасайтын боламыз. Ол үшін Android Studio'ның осы бастапқы бетінде жаңа проект батырмасын басайық. Application name'ға B2A, нижний пробел, button деп қояйық. Button деген сол Android Studio'дағы кнопка деген мағынаны білдіреді. Операциялық жүйені өткен сабақтағыдай қылып қалдыра береміз. Android 5.0 деп келесі батырма. Бұл жерде бос шаблон таңдаймыз. Next. Activity-дің аты мен layout-ның атын осылай қалдыра береміз. Finish. Жалпы біз бүгін екі компонентпен жұмыс жасайтын боламыз. Оның бірі button, екіншісі text view. Яғни button'ды басқан уақытта text view'дегі сөзді өзгертеміз. Android Studio жаңа проект құрып болды. Көріп отырғанымыздай екі файл ашық тұр. Оның біреуі Activity Main XML, екіншісі Main Activity Java. Өткен сабақта айтылып кеткендей, Main Activity Java'да біз бағдарламаның кодын жазамыз, ал Main Activity Main'да бағдарламаның дизайнын құрастырамыз. Activity Main'ға көшейік бағдарламаның дизайнына. Қазір бізге бір button қосу керек, button компонентінің экранға. Сосын сол button компонентіне Main Activity Java'да код жазу керек. Яғни ол кнопка не жасау керектігін көрсетуіміз қажет. Мына жерде компоненттер тізімі тұрады. Текст деген бассақ, текстке қатысты компоненттер шығаратын, енгізетін әртүрлі. Text view ол текстті шарттыруға арналған. Plain text, password дегендер ол енгізуге арналған. Пароль енгізуге, номерлік пароль енгізуге, email, телефон номер, солай кете береді. Ол компоненттермен болашақта жұмыс жасайтын боламыз. Buttons бөлімінде неше түрлі кнопкалар бар. Бүгін біз тек қана button деген кнопкамен жұмыс жасаймыз. Оны былай тек мышканың сол жақ батырмасын басып ұстап тұрып, әкеліп неге қою керек? Формаға. Жалпы бұл жерде жаңа constraint layout деген болады. Layout дегендер подложка сияқты. Осы әрбір layout'ың үстіне компоненттер қойылады. Мен оны linear layout алмастырдым, және оған ориентациясын вертикальный деп бердім. Яғни компоненттер бірінің астына бірі тізбектеліп шығып тұратын болады. Бізде қазірге екі компонент бар. Біреуі text view, ол ішіндегі жазылып тұрған текстті көрсетеді. Мынаны hello B2A деп өзгертіп жіберейік. Сосын button. Әрбір компонентте өзінің ID болады. Ол ID болашақта жұмыс жасау үшін қажет. Именно осы компонентпен. Text view'да по умолчанию ID жоқ екен, соған ID көрсеттім міне. Android ID собачка плюс ID слэштан кейін ID аты text view. Buttonға қарап отырсаңыздар, по умолчанию мне ID берілді, ID button деп. Әрі қарай layout weights, heights дегендер ол кнопканың размері.
мына жерде де бар. Текст болса, текстті бірінші кнопка деп. Бірінші кнопка деп өзгертейік. Яғни кнопкында бірінші кнопка деген жазу шығып тұрады. Әрі қарай кнопкамен жұмыс жасау үшін бізге on-click қасиетін көрсетіп кету керек. Бұл жерде button btn click деп жазып кетейін. Яғни осы біз кнопканы басқанда осы қасиетінде жазылып тұрған сөз ізделінетін болады ана Java класстан. Және осы класста қандай сөз жазылып тұр, соның коды орындалатын болады. Бұл дизайны бойынша біз болдық. Яғни мына жерде ID қостық. Мына жерде өзгерттік. Buttonға текстін өзгерттік және on-click қостық. Button click деген. Бізде қарап отырсаңыздар, btn click деген сөзде асты қызылмен сызылып тұр, яғни бұл қате деген сөз. Бағдарламаның сипатталуына келмейді деген сөз. Оған апарып курсорды бассақ, жанына мынандай қызыл лампочка шығады. Suppress, add tool, ignore on-click деген таңдаймыз пунктті. Яғни астында tools, ignore on-click деген шықты. Және біз астында қызыл сызықтан құтылдық. Әрі қарай main activity-ға келетін болсақ. Олар енді екі бөлек файл болғаннан кейін бір-бірімен байланыстыруымыз қажет. Және компоненттер байланыстыру мына осы строкада орындалады, activity main-мен байланыстыру деп. Және компоненттерді, қандай компоненттер бар екенін сипаттап көрсетіп кетуіміз керек. Бізде TextView деген компонент бар. TextView ол типі. Мына TextView'ді импорттың ішінде жоқ жұмыс жасау. Сол үшін мынандай қате шығып тұр. Ол кезде Alt-ты басып тұрып, Enter-ді басасыздар. Импортировать етті және қате кетіп қалды. Бізде TextView деп жазып кеттік үлкен әріппен. Бір ғана компонент бар. Екінші компонентіміз button. Бұл жерде де дәл солай. Alt-Enter және атын button деп қойдық. Енді осы компоненттерді Activity Main XML файлындағы компоненттермен байланыстыруымыз керек сипаттаған. Ол үшін TextView деп жазамыз. Тен шақшаның ішінде үлкен әріппен TextView деп көрсетеміз. Компоненттің қандай екені және де find view by ID дейміз. Бұл элементті ID арқылы тауып алу деген сөзді білдіреді. Әрі қарай R нүкте дейміз. Яғни бұл Android Studio'да R класс деген класс бар. Ол ең үлкен класс болып есептеледі. Барлық элементтер соның ішінде тұрады. Біз ID арқылы іздейтін болғандықтан R.ID жаңағы Activity Main-де көрсеткендей TextView деп көрсетіп кеттік, соны көрсетеміз. Және де button компонент үшін дәл осылай тек кішкентай ғана өзгерістер болады. Шақшаның ішінде button деп көрсетеміз. Find view by ID R класс олды, ID арқылы олды, просто мына жерде button деп көрсетеміз. Яғни біз мына жақтағы өзіміз ат беріп құрып алған компонентпен мына жақтағы компоненттерді байланыстырдық. Енді біз осылармен жұмыс жасай аламыз код арқылы. Әрі қарай біз функция құруымыз керек. Button on-click-қа ол үшін public void сосын жаңағы on-click-қа жазып кеткен сөзімізді жазуымыз керек. Яғни біз мына жақта btn click деп жаздық. btn click. Одан кейін жай жақшалар ашамыз. View деп көрсетеміз. View деген жерде сізде қате шықса, асты сызылып Alt-Enter-ді басу керексіз. Импорттың ішінде болу керек ол. Яғни бізде уже кнопканың ішінде функция құрдық кнопкаға арналған. btn click деген мына жақтағы buttonдағы on-click-тің атымен бірдей. Енді TextView-дағы текстті өзгертейік. Ол үшін TextView деп жазамыз.
нүкте set text деген қасиеті бар. Set text деген қасиетін көрсетеміз. И мынандай двойной апострофтың ішінде өзіміздің текст жазамыз. Жазайық. Қазақша. Бұл B2A каналының үшінші сабағы. Яғни біз қазір мына кнопканы басқанда текст вьюдағы бастапқы текст, мына текстқа алмасуы қажет. Тексеру үшін виртуалды құрылғыны қосайық. Run. Жалпы осы run'ды басып, осының ішінен виртуалды құрылғыны таңдап іске асыра беруге болады. Виртуалды құрылғы өз-өзімен қосылады, осыны таңдағаннан кейін, және оның ішіне осы бағдарлама қондырылады. Міне эмулятор қосылды, және біздің бағдарламамыз осы эмуляторға жүктелген. Көріп тұрсаңыздар, Hello B2A деген сөз шығып тұр текст вьюде, және бірінші кнопка деген кнопка тұр. Бірінші кнопка дегенге басқанда, бұл B2A каналының үшінші сабағы деген жазу шығу керек. Hello B2A деген орнына басып көрейік. Басқанда мынандай реакция болып тұр басылғаннан, және бұл B2A каналының үшінші сабағы деген жазу шықты. Сонымен бүгінгі сабақта екі компонентті қолдандық. Оның біреуі TextView, екіншісі button. Және де button компонентіне onClick оқиғасын құрдық. Және де сол onClick оқиғасына TextViewдегі тексті өзгерту кодын жаздық. Болашақта осы жерде текст осындай buttonға осындай оқиға құрып, басқа да кодтар жазатын боламыз. Сұрақтарыңыз немесе ұсыныстарыңыз болса, комментарийға жазыңыздар. Видео ұнаса, лайк басып, достарыңызбен бөлісіңіздер, және де каналға жазыңыздар. Сіздермен болған B2A каналы. Сау болыңыздар.